Жаңалықтар қызметі тікелей эфирде өз жұмысын жалғастырады. Назарларыңызда ақпараттық сараптамалық түскі формат бағдарламасы сіздермен бірге болатын мен Айжан Ілиясқызы. Армысыздар. Ақтауда ұшақ апатынан қаза тапқан 38 жолаушының мүрдесі табылды. Мәйіттері медициналық сараптама орталығына жеткізілді. Олардың ішінде 6 Қазақстан азаматы және 3 экипаж мүшесі бар. 7 адамның кім екені анықталды. Зардап шеккен 29 адамның 27-сі Маңғыстау облыстық ауруханаға жатқызылды. Олардың жағдайын тілшіміз Жадыра Шалабаева біліп келді. Әріптесім қазір тікелей байланыста. Жадыра, зардап шеккен жолаушылардың қал жағдайлары қалай? Қайырлы күн студия, қайырлы күн Айжан. Маңғыстау облысындағы соңғы жаңалықтармен таныстырып өтейін. Маңғыстаулықтар ұшақ апатынан зардап шеккен 9 ресейлік азаматты Мәскеуге шығарып салды. Күні кеше Ақтауға Ресейден ұшақ апатынан зардап шеккендерге көмектесу үшін медицина қызметкерлері мінген борт ұшып келген. Бүгін олар түрлі деңгейде жарақат алған 9 отандасымен бірге елдеріне қайтты. Айта кетейік, жарақат алғандардың барлығына Ақтаудағы ауруханаларда қажетті медициналық көмек көрсетілді. Сондай-ақ вице-премьер Қанат Бозымбаев бастаған үкімет комиссиясы жұмыс істеп жатыр. Маңғыстау облысының әкімі Нұрдәулет Қилыбай қаза тапқандар мен зардап шеккендердің отбасыларына мемлекет тарапынан тиісті қолдау көрсетілетінін айтты. Қазір біз Маңғыстау облыстық ауруханасындамыз. Менің жанымда медициналық қызмет сапасын қадағалау бөлімінің басшысы Жанар Сыздыққызы. Жанар ханым, қазіргі таңдағы науқастардың жағдайымен бөліссеңіз. Өздеріңіз білетінде біздің ауруханаға 27 науқас жеткізілген кешегі күні. Оның 8 ересегі және 1 баласы Ресей Федерациясына еліне оралды. Қалған науқастар жалпы жансақтау орталығында 7 науқас, ал қалған науқастар бөлімшеде. Жағдайлары орташа ауырлықта бөлімшедегілер, жалпы жансақтау орталығындағы 1 науқас өте ауыр жағдайда деп бағаланады. Жеке басы анықталмай жатқан науқастар болған? Науқастар 27 науқас келген кезде оның 3-інің жеке басы анықталмаған болатын басында. 2-інің анықтадық. Қазіргі таңда 1 әйел азаматының жеке басы анықталмай тұр. Әзербайжан мемлекетінен қанша дәрігер келді және қандай көмек қолын созып жатыр? Кеше күннен бері өзіміздің ұлттық орталықтар Астана қаласынан, Ресей Федерациясынан, сонымен қатар Әзербайжан Республикасынан медициналық қызметкерлер, психолог мамандары бірігіп жұмыс жасап жатты. Ресей Федерациясы өз еліне оралған болса, Әзербайжан Республикасының мамандары төтенше жағдай қызметкерлерімен қоса медициналық қызметкерлер осында. Қазіргі таңда іште 2 дәрігер бар, тағы да жолда келе жатыр. Сол дәрігерлер науқастардың жағдайын бағалағаннан кейін олардың еліне оралу тағдыры шешілетін болады. Қазіргі таңда Маңғыстау облысында дәрі-дәрмек науқастарға қажеттінің барлығы бар ма? Біздің аурухана шұғыл көмек көрсететін көпбейінді аурухана болғандықтан, ондай жаппай түсімге біз дайынбыз. Маман тарапынан да, құрылғы тарапынан да және дәрі-дәрмектердің де. Сұхбатыңызға рахмет. Айжан, мендегі қазіргі таңға жаңалықтар легі осындай. Өзгеде маңызды ақпараттарды сәлден соң скайп байланысқа шығатын сала мамандарынан анықтап білеміз. Айта кетейік, дәл осы тақырыпты күні кеше біз тікелей эфирде талқылағанбыз және бүгін осы мәселені жалғастырмақпыз. Басты тақырыбымыз Қазақстандағы ұшақтар қауіпсіз бе? Қымбатты көрермендер, сіздер қалай ойлайсыздар? Өз пікір ойыңызды Telegram каналымызда білдіруге болады. Ол үшін экранда берілген QR-кодты сканерлесеңіздер, біздің әлеуметтік желімізге өтесіздер. Ол жерде күн сауалы берілген. Бүгінгі сұрақ: Қазақстандағы әуе компанияларының қауіпсіздік деңгейін қалай бағалайсыз? Бірнеше нұсқа бар. Жақсы, талапқа сай ұшақтар ғана қызмет көрсететініне сенімдімін. Нашар, отандық әуе компанияларына сенім аз. Үшінші нұсқа: қауіпсіздік қалай қамтамасыз етілгенін білгім келеді. Бұл пікірлермен келіспесеңіздер, өз ойыңызды білдіруге мүмкіндік бар. Байланыс нөміріміз 8-700-900-40-40 хабарласып, сұрақ қойып жауап алуға да болады. Ендеше белсенділік таныта отырыңыздар. Ал мен қазір студиямызға келген және скайп байланысқа шыққан мамандарды таныстырып, ұшақ апатына қатысты соңғы жаңалықтарды және осы саладағы басты мәселелерді анықтауға тырысамын. Таныс болыңыздар. Студиямызда Абыл Кекілбаев, авиация сарапшысы. Сәлеметсіз бе? Қош келдіңіз. Және скайп байланыста Марат Амантай, төтенше жағдайлар министрлігі, төтенше жағдайларды жою департаментінің бас маманы. Марат мырза.
Ғалия Кенжебаева, Маңғыстау облысы әкімінің баспасөз хатшысы. Ғалия ханым, сәлеметсіз бе? Микрофоныңызды қосып қойсаңыз, дауысыңызды естімей тұрмыз. Және Әлжаппар Сәретбаев, Азаматтық авиация академиясының авиациялық колледжі директоры. Әлжаппар мырза сәлден соң байланысқа қосылады екен. Марат мырза бізде қазір телефон байланыста тұр екен. Марат мырза, сәлеметсіз бе? Бізді естіп тұрсыз ба? Біз жаңа ғана көрермендерімізге науқастардың жағдайы қандай екенін айтып ақпарат бердік. Ал сіз осы жұмыстарды жалпы ұшақ апатынан зардап шеккен салдарын жою бойынша қандай жұмыстар атқарылып жатқан туралы айтып берсеңіз? Қазіргі кезде төтенше жағдайлар министрлігінің командалық орталығының базасында республикалық штаб жұмыс жасауда, авариялық құтқару жұмыстарын үйлестіру және де ақпарат беру бойынша жұмыстар жалғасуда. Сонымен қатар Маңғыстау облысы төтенше жағдайлар департаменті және республикалық штабтың базасында жедел желі телефондары жұмыс жасауда. Ұшақ апатының салдарын жою бойынша қандай қазір нақты мәліметтер бар? Қанша адам тартылды? Әзербайжан мен Ресейден келген мамандар не істеп жатыр? Қазіргі кезде бізде 300-ден аса адам және 100-ге жуық техника оқиға орнында жұмыс жасауда. Анықтау жұмыстары әлі де жалғаса ма? Жедел тергеу тобы оқиға орнында жұмыс жасауда ол бойынша. Қара жәшік табылды деп жатыр. Ол қалай анықталды? Бұл сұрақ біздің суретте кірмейді, ол бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр. Ал бөлшектер жұмыстары қанша уақытқа дейін жалғасады? Ол да әзірге уақытта белгісіз, қанша уақытқа созылады. Енді кешегімен салыстыратын болсақ, қазіргі кезде жұмыс істеп жатқан мамандар саны көп пе, аз ба? Қазіргі кезде аз, кешегі уақытта 400-ге жуық адам жұмыс істеп, бүгін 300-ге жуық адам. Бұл дегеніміз жұмысты анықтау жұмыстары сәл болса азайды дегенді білдіре ме? Анықтау жұмыстары біздің суретке кірмейді. Енді жалпы төтенше жағдайдың салдарын жою бойынша қандай жұмыстар нақты атқарылып жатыр қазір? Және неше күнге дейін созылуы мүмкін? Ол туралы нақты ақпарат айта алмаймыз. Қандай ақпаратпен бөлісе аласыз онда? Қазіргі кезде қайтыс болған адамдарды тану жұмыстары жүргізілуде, сонымен қатар бөлшектер жұмыстары жүргізілуде қазір. Түсінікті. Ғалия ханым қазір Маңғыстау облысы әкімінің баспасөз хатшысы бізбен байланыста тұр. Ғалия ханым, енді осы апатқа, қайырлы күн тағы да, апатқа байланысты Әзербайжан, Ресейдің мамандары келіп жатқанын білеміз. Оларды орналастыру, жалпы осы жағдайды реттеу бойынша қазір қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Қайырлы күн әріптестер, орын алған жағдай бойынша расымен де біздің Ресейден, Әзербайжаннан әріптестеріміз келіп жатыр. Төтенше жағдай департаментінен психологтар, дәрігерлер келіп жатыр. Ақтау қаласының Маңғыстау облысының әкімдігінің тарапынан, жергілікті атқарушы орган тарапынан барлық жағдай, қажетті жағдайлар, оларды күтіп алу, орналастыру, зардап шеккен азаматтардың туыстарын орналастыру жағынан бүкіл ұйымдастыру жағы жолға қойылды. Бәрі бақылауда, облыс әкімінің жіті өзінің бақылауында тұр. Ал науқастарды өз елдеріне жеткізу бойынша қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Науқастарды өз еліне жеткізу бойынша кеше Ақтауға Ресейден келген, арнайы борт келген, көмек көрсету үшін медицина қызметкерлері мінген борт арнайы келіп қонды. Бүгін олар түрлі деңгейдегі жарақат алған 9 өзінің азаматын өзінің еліне алып кетті. Таңғы сағат 8:30-да. Ал Әзербайжаннан келген азаматтар әзірге осында 20 азамат барлығы толық деңгейде медициналық көмек алып жатыр. Олар әзір Ақтау қаласында.
Енді мүрделерді, мәйіттерді жеткізу бойынша қандай да бір қазір мәселелер бар ма? Мүрделерді алдымен ол қайтыс болған адамдарды қазіргі күні опознание дейді ғой, тану процесі жүріп жатыр. Алдымен олардың адамдары келу керек, туыстары. Осы жерде анықтау керек, бұл үлкен жұмыс. Әзірге сондай жұмыстар ұйымдастырылып жатыр. Келген адамдарды күтіп алу бойынша жергілікті атқарушы орган түгел өз мойнына алған. 38 жолаушының мүрдесі табылды деп бағана айтып өттім мен. Сол 38 жолаушының мүрдесін енді анықтау бойынша ары қарай қандай жұмыстар атқарылады? Мен сізге айтып тұрмын ғой, қазір оның адамдары келу керек, туыстары келу керек, мәйіттер өте адам танырлық жағдайда емес, оларды келіп тану керек, одан кейін барып елдеріне жіберілетін болады. Бұл сұрақты сіз төтенше жағдайлар министерствосына қойсаңыз дұрыс болатын шығар. Енді төтенше жағдайлар министрлігінің өкіліне жаңа сұрақтарды қойып тұрмыз, бірақ өкінішке орай нақты сондай ақпараттарды ала алмадық. Анықталған адамдарды тану жұмыстарына туыстары шақырылатынын білеміз. Оны сот медициналық сараптамада жүргізілетінін білеміз. Осы жұмыстардың барлығы шамамен қанша уақытқа дейін созылады? Оны мен қазір сізге айта алмаймын. Енді өзге мемлекеттерден өз азаматтарын алып кетуге келген мамандар бар, одан кейін үкімет мүшелері бар. Олармен қазір қандай келіссөздер, келісімдер жасалып жатыр? Ол бойынша ақпарат бар ма? Ол бойынша ақпарат жоқ. Кім келсе де қандай жағдайда болмасын біз күтіп алуға дайынбыз, жергілікті атқарушы орган. Тану жұмыстарына көмектесуге дайынбыз. Ары қарай ол құзырлы мемлекеттік органдардың жұмысы. Енді біздің азаматтардың, 6 қазақстандықтың қаза тапқанын айтып жатырмыз. Өкінішке орай өте қайғылы жағдай. Осы азаматтардың туыстарына қандай көмек көрсетіледі? Өздеріңіз білесіздер, кеше премьер-министрдің орынбасары Қанат Бозымбаев бастаған үкіметтік комиссия Ақтау қаласына келді. Осы жерде штаб отырысын өткізді. Сол жерде айтылды, Қазақстанды қаза тапқан 6 азаматқа барлық деңгейде көмек көрсетілетін болады отбасыларына. Олар енді бірі Астанадан, бірі қателеспесем Қарағанды қаласынан. Олардың денелері... Біреусі Қостанай облысынан, біреусі Астана қаласының азаматы. Оларды туған туыстары келіп алып кете ме, әлде жеткізу жұмыстары ұйымдастырыла ма? Туыстары жолда бүгін түнде келе жатыр. Олар өздері алып кетеді. Оларды күтіп алу, оларды өзінің туған жеріне жеткізуге дейін біз сопровождение жасап, барлық жағдайын жасаймыз. Шығындарын барлығын мемлекет көтере ме? Иә. Түсінікті, жалпы жағдайды енді біз сағат сайын өзіміздің минут сайын әлеуметтік желілерімізде, Инстаграм, Телеграм каналымызда беріп жатырмыз, және әр жарты сағаттайын жаңалықтарымызда да соңғы жаңалықтармен бөлісіп жатырмыз. Ал біз қазір ең негізгі мәселе ол біздің осы әуе қауіпсіздігі, жалпы ұшақтардың қауіпсіздігі қаншалықты сақталған деген сұраққа жауап алмақпыз. Алия ханым, сізге, Ғалия ханым, байланысқа шыққаныңызға ақпарат бергеніңізге көп-көп рахмет. Абыл мырза, қазір мына видеоға қарайтын болсақ, бұл кеше Fly, яғни GPS арқылы алынған видео, қазір әріптестеріміз көрсетсе, оны өзіңіз де бір қарап шыққан боларсыз, сонда да көрермендеріміз үшін көрсетейік. Міне, назарларыңызға ұсынып жатырмыз. Бұл жерде осы апатқа ұшыраған ұшақтың әуеде қаншалықты қалай ұшып жүргенін көруге болады. Байқап қарасаңыз, біршама айналып жүрген, және ол өз бағытын ауыстырғанын көріп отырмыз. Оған не себеп болды деген сұраққа мамандар түрлі жауаптар айтып жатыр. Сіздің ойыңызша, неге ол Ақтауға қонды, неге маңындағы жақын жерге бағыт алмады? Соңғы сұрағыңыздан бастайын. Азербайжан авиакомпаниясы күнделікті Ақтауға ұшатын. Сондықтан осы ұшқыштардың осы әуежайды жақсы білетіні белгілі. Оған қоса Ақтау әуежайының маңайы
кең дала, ол да ескерілген шығар. Оған қоса ауа райын осы рейс орындауға дайындалғанда осы маңайдағы ауа райларын экипаж тексеріп дайындалады. Сол кезде Ақтаудағы ауа райының жақсы екенін олар естерінде сақталған да шығар. Оған қоса мына ұшып жүрген енді траекториясын қарасаңыз, елді мекеннің үстінен ұшып барып, елді мекеннің үстінен кең жерге, ашық жерге самолетті бұрды. Бұл осы ұшқыштардың тәжірибелі, кәсіби мамандығын өзінің білгірлігінің көрсеткіші. Себебі біз ешкім айтпайды, осындай елді мекеннің үстіне құлаған кезде қаншама жердегі адамдарды өзімен бірге алып кетуге мәжбүр береді. Сондықтан осы тараптан қарасақ, ұшқыштар бәрі күшін салып ашық жерге ұшақты бұруға енді мүмкіншілік алып барды. Енді мына вираждар траекториясында вираждарды айтып отырсақ, бірінші рет аэропортқа қонарда бір себептерден ол енді қазір тексеру кезінде белгілі болады. Мына қара жәшіктердің ақпаратын ашылғанда қандай бағытта ұшқанын, қандай жылдамдықпен ұшып отырғанын, соның бәрін есептеп отырып, біз нақты енді ресми хабарға сүйене отырып ақпарат айта аламыз. Қазіргі кезде енді осы бейнені көргеннің өзінде біз енді нақты көріп отқанымыз, ұшқыштар енді отыруға тырысты. Мына елді мекеннің үстінен ұшып отырғаны енді әуежайға жетпесе де кең жерде, ашық жерде отырып көрді. Осының себептенен бізде енді бір талай адамдардың өмірін сақтап қалды. Каспийге қондырса, бәлкім аман қалу мүмкіндігі көбірек болмас па еді? Енді Каспий қазіргі қыстық кезде біз Каспийдің өзі тыныш енді өзен емес. Өз жерге отырғанның өзінде дәл осындай қылып екіге бөлініп кету мүмкін еді, үшке бөлініп кету мүмкін еді. Оған қоса құтқару жұмыстарын судың үстінде өткізу бұдан да қиын болатын еді. Мынандай жағдайда тез арада аман қалған адамдарға жедел жәрдем көрсету керек болғандықтан суда ондай мүмкіншілік болмас еді. Сондықтан мен енді бізде авиация саласында осындай қағида бар. Мына ұшақтың командирі қабылдаған шешімі, біз оны ешқашанда оған сұрақ қоймаймыз. Себебі ол ішінде отырған ұшқыш, ол не болып жатқанын сол біледі. Сондықтан ол сондай шешімді қабылдады. Ақтауға баруға, осылай қонып көруге өзі шешім қабылдады. Енді осы шешімнің арқасында біз бір талай 20 адамның үстінде сақтап қалдық. Бұл да өздерінің көрсеткен ерлігі. Ал енді қазір көптеген нақты алдын ала болжамға қарамастан көптеген қауесет пікірлер айтылып жатыр. Яғни мына ұшақтың үстіндегі іздерге қарап атқылау жұмыстары, беспилотниктер дейді ғой, дрондардың атқылауы болуы мүмкін дегенде айтылып жатыр. Мына ұшаққа қарап солай деуге бола ма? Енді ашық айтқанда бұл кез келген нәрседен бола жаздайтын енді жағдай. Мына қозғалтқыштың ішіне Маңғыстаудағы тастардың өзі тиіп осындай жағдайға алып келуі мүмкін еді. Басқа да әртүрлі жағдай болуы мүмкін еді. Сондықтан бұл жерде жалған ақпаратқа сенбей, ресми түрдегі таратып алынған ақпаратқа біз сүйене отырып болжам жасау керекпіз. Енді көп замай қара жәшіктердің ақпараты шығарылады. Сол ақпаратқа сүйеніп, енді бірінші ресми ақпарат таратылады. Енді сол кезде осы апаттың егжей ақпарат бізге түсінікті болады. Қазір оны енді қарайған әртүрлі жүйелерде ақпарат таратылып жатыр. Мен сарапшы ретінде осындай әртүрлі ақпаратқа сенбеуге шақырамын. Бұл әртүрлі жағдай үшін пайдалануға да мүмкін осы ақпаратты. Сондықтан ресми түрде таратылып жатқан ақпаратқа сенуге шақырамын. Бұл жерде әртүрлі инсинуация болуы мүмкін. Сондықтан біз қазір қара жәшіктегі ақпаратты ресми түрде таратқаннан кейін көбірек түсінікті болады деп мен
солай сенемін. Қара жәшікті анықтауға қанша уақыт керек? Енді осы ұшақтың қара жәшігін оқи алатын, аша алатын, ақпаратын шығара алатын мекемелер онша көп емес. Сондықтан енді бұл кемінде бір осы жаңа жылдың ішінде белгілі болады. Себебі бұнымен жұмыс істеу керек. Біз қара жәшіктердің қандай жағдайда сақталғанын әлі білмейміз. Себебі ұшақ қонғанда бәріңіз көргендей жанып кетті. Сондықтан осы қара жәшіктегі ақпараттың қандай болатынын біз соған үміттеніп, соны күтіп отырмыз. Енді ол біраз уақыт алады, бірақ енді 1-2 аптадан 1 айға дейін кемінде созылып кетуі мүмкін. Сондықтан біз осы ақпаратты ресми түрде күте тұруға шақырамын. Айта кету керек, Ақтауға қазір дәл осы ұшақты шығарушы компания өкілдері келді. Олар біздің Қазақстанның мамандармен бірлесіп жұмыс істейді. Бекболат мырза, жалпы осы ұшақтардың қауіпсіздігі қалай тексеріледі? Қаншалықты жиі тексеріледі? Сәлеметсіздер ма? Сәлеметсіздер. Сұхбаттың алдында өзім атымнан және авиация атынан осыға қатысты марқұмдарға, туыстарына, жора жолдастарына көңіл айтқым келеді. Қайғыларыңызға ортақпыз. Берік болыңыздар. Апаттан аман қалған азаматтар мен азаматшаларға сауығып, елдеріне аман сау баруларыңызға тілектеспіз. Енді сіздің сұрағыңызға келетін болсақ, бұл енді Қазақстан Республикасының әуе кемелері пайдалану қойылатын сертификат талаптарына сәйкес әрбір әуе кеме жылына 1 рет тексеріс өтеді. Сол сертификат талаптарына сәйкес. Жылына 1 рет тексеріледі? Жылына 1 рет. Ол жерде қандай параметрлер ескеріледі? Параметрлер ескерілгенде талаптар бар. Бүкіл қозғалтқыш бар, фюзеляж бар, шасси бар, приборное оборудование, навигационное оборудование, барлығы тексеріліп, сол бойынша сертификат беріледі. Біздің елімізде ұшып жүрген ұшақтарды қауіпсіз деуге бола ма? Қауіпсіз деуге болады. Бірақ та самолет жерде тұрғанда 100% қауіпсіз болады ғой. Бірақ та ұшқаннан кейін ол бір нелері событиялар осындай болып тұрады, осындай нәрселер. Ол сонда қауіпсіздікпен байланысты емес пе? Не байланысты емес пе, сіз түсінген жоқпын. Жаңағы жағдайлар, мысалы, сіз оқыс оқиғалар болып қалады деп жатырсыз ғой? Қазір осы оқыс оқиға пока не тексеріс өтпей біз айта алмаймыз ғой не деп болатын. Жоқ, мен жалпы сұрап тұрмын, жалпы жағдайларда. Жалпы жағдайларда әуе кемемен қолдану безопасно. Ең безопасный вид транспорта – это воздушный судно. Статистикаға қарайтын болсақ, біздің елімізде де жыл сайын осы әуе көлігін пайдаланушылар саны артып келеді. Мысалы, Азаматтық авиация комитеті келтірген мәліметке қарасақ, 2018 жылдан 2024 жыл аралығында әуе көлігін пайдаланатындар саны 2 есе артқан. 2018 жылы 7.800.000 адам тасымалданса, 2024 жылы, яғни биыл 13.500.000 адам әуе көлігін пайдаланған. Жолаушылар саны 9,2%-ға артты. 2000 жылы бір әуе компаниясы болса, қазіргі кезде елімізде 7 әуе компаниясы тіркелген. Әуе компаниялар апта сайын 30 елге 600 рейс жасайды. Бұл дегеніміз елімізде осы жолаушылардың ұшақтарды пайдалануы артқанын анық көрсетеді. Абыл мырза, бұл жағдайда осы халықтың, жолаушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін әуе компаниялары қауіпсіздік деңгейін тиісті деңгейде сақтап жатыр ма? Енді ресми ақпаратқа сүйенетін болсақ, бүгінгі кезде
Қазақстан авиациясының халықаралық стандартқа сәйкес келетін осы ұшу қауіпсіздігінен көрсеткіші 82% болып саналады. Бұл орташа алғанда Еуропа елдерінен де, кейбір Еуропа елдерінің де жоғары көрсеткіш болып саналады. Бұл тараптан біздің Қазақстан Республикасында осыдан 5 жыл бұрын осы салада әдейі осы ұшақтардың, авиакомпаниялардың, әуежайлардың тексеруді қамтамасыз ету үшін бөлек азаматтық авиация әкімшілігі құрылған. Ол жерге тәжірибелі мамандар тартылып, жоғары деңгейде жалақысы, талаптары өте жоғары мамандарды алып келген. Сондықтан қазір олардың жұмысы енді көрінетін басталады. Ол жерде Қазақстанның азаматтары ма, жоқ шетелдіктер ме? Шетелдіктер менен Қазақстанның осы азаматтық авиация саласындағы мамандардың бәрі сол жерде 200-ге жуық адам жұмыс істейді. Бұл осы әкімшіліктің жұмысы осы авиакомпаниялар мен әуежайларды, эксплуатанттардың бәрі уақытылы толық тексеру мақсатында құрылған ұйым. Оларға үкімет тарапынан осындай мандат берілген. Сондықтан олар осы біздің әуежайларымыз бен авиакомпанияларымызды толық тексеруге құқығы мен мүмкіншілігі бар, толық бар. Енді сол 5 жылдың ішінде көптеген жаңадан осы заңнамаға көптеген өзгертулер енгізіліп жатыр, осы бақылау жағынан. Енді мен өзім тәжірибем бойынша қазір әуежайлардың бәрі тексеріліп жатыр. Бүгінгі үкімет басшысының тапсырмасы бойынша біздің саламызды қайта тексерілетін болады. Сондықтан енді ұшу қауіпсіздігіне үлкен назар аударылып жатыр. Бұдан да бұрын оған үлкен назар аударылған соң осындай бөлік өз алдына мекеме құрылып, оларға осы бақылау функцияларын берілген. Бірақ соған қарамастан елімізде жыл сайын деуге болатын шығар, ұшақ апаттары тіркеліп жатыр. Мәселен, қазір мына статистикаға қарайтын болсақ, соңғы жылдарға қарайтын болсақ, 2009 жылы тікұшақ апаты болған, ол жерде 10 адам қайтыс болды. Біз тек қана адам шығыны болған апаттарды назарға алып отырмыз. 2009 жылы, 2012 жылы Ан-72 апатқа ұшырады ұшағы. Ол жерде 27 адам қайтыс болды. 2013 жылы тура бір жылдан кейін тағы да ұшақ апатқа ұшырап 21 адам ол жерде қайтыс болды. 2015 жылы 6 адам қайтыс болды. 2016 жылы тағы да әуе кемесі апатқа ұшырап 7 адам зардап шекті. 2017 жылы 5 адам қаза болды. 2019 жылғы ұшақ апатынан 13 адам көз жұмды. Ал 2019 жылдың тағы осы жылында қосымша апаттан 12 адам ажал құшты. 2024 жылы қарайтын болсақ, ондай біздің әуе көліктерінен ешқандай апат болған жоқ, Құдайға шүкір дейміз, бірақ рейстердің кешігуі жиілеген. Мәселен, қарайтын болсақ, 76.115 рейс орындалса, оның 18.828-інде рейс кешіктірілген. Рейс кешіксе міндетті түрде қызмет көрсету керек, ол сусындар, тамақ беру, қонақ үйге орналастыру деген сияқты. Орындамаған үшін әуе компанияларына 37 миллион теңге айыппұл салынған, осы талаптарды орындамаған үшін. Байқап қарасақ, 2019 жылға дейін қаншама әуе көлігі апатқа ұшыраған, және ол жерде 50, тіпті 100-ге жуық адам қайтыс болған. Бұл нені білдіреді? Осы бақылаудың әлсіздігі ме, жоқ әлде басқа себептер бар ма оған? Енді ұшу қауіпсіздігін алып көрсеңіз, мына 2019 жылы азаматтық авиация әкімшілігі құрылды. Осы бағытта үлкен жұмыс атқарыла басталды. Заңнамаға көптеген өзгерістер енгізілді. Қазір осы ережелерге үлкен өзгерістер енгізіліп жатыр. Бұның бәрі осы сіз берген статистиканы қарасаңыз, бұл жерде мемлекеттік авиацияның да апаттары жазылып тұр. Бұл азаматтық авиация саласы, енді мемлекеттік авиациямен бөлек қарастыру керек. Себебі жерде олар басқа авиациялық ережеліге бағынады.
мемлекеттік авиация басқа ережелерге бағынады. Сондықтан ол жерде де үлкен қазір жұмыстар атқарылып жатыр осы бағытта. Сондықтан енді біз ұшу қауіпсіздігінің деңгейін айтып отырсақ, мемлекет осы тарапта үлкен жұмыс атқарылып жатыр. Енді кешегі Ақтаудағы болған жағдайға байланысты, енді бұны ешкім есептеп ешқашанда осындай болады деп айта алмайды. Бұл енді жан-жақты біз енді үлкен кең мемлекет болғандықтан бұның бәрін қамтамасыз етіп жауып отыруда мүмкіншілік ондай мүмкіншілік жоқ. Себебі шетелдің ұшақтары ұша береді еліміздің аспанында. Бірақ енді халықаралық тәжірибеге сүйенсек, соңғы жылдары осындай адам апаттары азайып бара жатыр. Ұшу көлемі мен адамдардың, жолаушылардың саны артса, мына ұшу апаттары азайып бара жатыр. Соңғы пандемия кезінен халықаралық статистиканы алсаңыз, адам апаттары адамдардың қаза болуы, адамдардың қаза болуы енді санымен санағанда, адамдардың санымен ол енді төмен болып жатыр. Бірақ өкінішке орай, мына адам сандары көбірек ұшып жүргісе, осындай енді адамдық фактор бар, человеческий фактор. Сондықтан бұнда біз ескере отырып, осымен де жұмыс істеп жатыр. Осы ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін. Себебі ол осы мамандардың даярлығы, олардың техникалық жағдайы, ұшақтардың бақылау кезіндегі, тексеру кезіндегі олардың техникалық жағдайы, оның бәрі осы жүйенің ұшу қауіпсіздігін бақылау үшін әрбір элементі болып саналады. Әрбір элементі ұшу қауіпсіздігі жоғары деңгейде қамтамасыз етіп отырса, түгел жүйе осы ұшу қауіпсіздігінен жоғары бағаланып отырады. Бекболат мырза, жаңа ғана көрсетілген статистикаға қарайтын болсақ, жыл сайын осы әуе көліктерінің апатын байқауға болады. Оған не себеп? Енді манағы әріптесім айтқандай себеп енді 8 элемент болады. Сол 8 элемент өз ИКАО-ның несі бойынша, құжаттары бойынша 8 элемент болады. Сол 8 элементті ойдағыдай атқарсақ, сайға, талапына сай. Сонда осы апаттардың саны азаяды деп ойлаймын. Негізі Қазақстан біздің азаматтық авиация саласы жақсы деңгейде деп ойлаймын. Негізі өзім Ресейдегі әріптестермен болғанда біздің авиациямыз қалай саласы дамып жатқанына өте қуанышпен қолпаштап, дұрыс бағытта баратқанымызға айтқан. Бірақ соған қарамастан әлемдік рейтингке назар аударатын болсақ, онда әуе қауіпсіздігі бойынша Қазақстан соңғы орында екенін көруге болады. Яғни ең нашар компаниялардың тізіміне енген. Оны мына сызбадан қазір көруге болады. Мысалы қарайтын болсақ, 1945-2023 жылдар аралығында ұшақ апатынан адам өлімі көп болған ең нашар 25 ел тіркелген. Соның бастапқы қатарында ақш, Ресей, Бразилия, Канада тұрса, одан кейінгі орындарда Франция, Үндістан, Украина және Қазақстан 24-ші орында деп көрсетілген. Бұл 2023 жылға дейінгі дерек. Ең нашар ұшақ апатынан адам өлімі көп тіркелетін елдердің қатарында делінген. Бұл қаншалықты рас? Берген ақпаратыңызды қарағанша 45-ші жыл мен 23-ші жыл арасында деп тұр ғой. 2023 жылға дейінгі ақпарат. Ақпарат енді ол ақпаратқа қарағанда біз егемендік алған 30 жыл болды. Қаншалықты нақты сенуге болады бұл ақпаратқа? Мен де соны сұрап отырмын. Қаншалықты сенуге болады? 45 пен 23-ның арасында. Егер 45 пен 45 жылын алсақ, онда 92 жылға дейін, онда біз Совет үкіметі болып саналып дейік те, онда 2 апат болып саналады. Қалай қарауға болады? Бұл ақпаратқа қаншалықты сенуге болатынын мен баздап күмәнім бар. Енді сіз онда біздің қауіпсіздікке сенуге болады, жақсы деп отырсыз ғой негізі, салыстырмалы түрде. Бірақ соны қалай негіздеп бересіз? Негіздеп бере аласыз ба? Естілмей қалды. Бекболат мырза, естіп тұрсыз ба? Естідім мен. Енді естіп тұрсыз ба мені?
Жаңа ғана осы саланы жақсы дамып келе жатыр дедіңіз, соны қалай негіздеп бере аласыз? Енді өзіңіз көрсеттіңіз ғой статистика бойынша біздің халқымыз біздің авиация саласына сенеді, ұшуға дайын. Күннен күнге әуе кемелер саны өсіп келе жатыр, әуе компания саны өсіп келе жатыр, еліміздің әуе оқаты өсіп келе жатыр. Сапалы қызмет көрсетіп жатыр авиакомпаниялар. Біздің авиакомпаниялардың деңгейі мықты деп айтуға болады негізі. Менің ойымша енді. Көп енді жақсылап мақтанбай қояқ, көз тиіп кетпесін деп, бірақ та біз жақсы деңгейде дамыған авиациялық ел деп ойлаймын. Абыл мырза, келісесіз бе? Енді сұрақтар бар, әрине, себебі бұл дамып жатқан жүйе болғандықтан, енді әр жерінде әлі қарастырылмаған, әлі қол жетпеген мәселе бар, ол ашық айту керек. Бірақ мына халықаралық стандартпенен салыстырғанда осы ұшу қауіпсіздігі бізде басқа елдерден, орташа елдерден жоғары ол белгілі, ол енді ашық ақпарат, оны жан-жақты тексеруден кейін берілген баға 82%. Сондықтан бұған біз күмән келтіруіміз енді дұрыс болмас. Бірақ енді бұл жүйе болғандықтан, жүйенің ішінде әртүрлі жағдай болғандықтан, бұны әртүрлі жағдайлар шығып жатады. Енді бүгін үкімет басшысы қайтадан авиация саласы түгел тексерілсін деген тапсырма берілді. Осы тапсырманы орындау кезінде осалдау жерлері болса, енді оған да назар аударылады деп мен соны үміттемін. Премьер-министр елде авиациялық қауіпсіздікті күшейтуді тапсырды. Оның ішінде бірінші кезекте жоспардан тыс тексеру жүргізу қажет деді. Әуежайлардың, әуе кемелерінің техникалық жағдайын ерекше бақылауға алу керек деді. Отандық авиакомпаниялар экипаждарының біліктілігін, рұқсатнамаларын және құзыретін қайта тексеру қажет деп тапсырды. Әуе оқиғаларына жедел ден қою мақсатында апаттық құтқару жұмыстарын жетілдіру және мүдделі мемлекеттік органдардың үйлесімді жұмысын қамтамасыз ету керек деді Олжас Бектенов. Бұл жұмыстар енді алдағы уақытта қаншалықты орындалады, оны да біз назарымызда ұстайтын боламыз. Ал енді әуе компаниялардың қауіпсіздігі қандай деңгейде деген сұрақты біз көрермендерімізге де қойған едік. Олардың жауабына қарайтын болсақ, Қазақстандағы әуе компаниялардың қауіпсіздік деңгейін қалай бағалайсыз дедік. Дауыс бергендердің 47% нашар, отандық әуе компанияларына сенім аз десе, 40% қауіпсіздік қалай қамтамасыз етілген білгім келеді деді. Яғни көпшілігі ақпаратты алғысы келеді. 11% жақсы, талапқа сай ұшақтар ғана қызмет көрсететініне сенімдімін дейді. Пікір білдіріп жатқан көрермендеріміз бар. Екінші паркты пікірді авиациядан алшақ адамдар жазып отырса керек. Біздің елде авиация саласының қауіпсіздігі өте жоғары деңгейде қойылған. Оны Еуропалық одақ, ақш, ОАЭ, ЕСА басқа да алыс жақын елдер мақұлдайды. Ендеше бұл елдер біздің елге ұшақ жібермейді де, біздің ұшақтарды қабылдамаушы еді дейді. Ербол есімді көрерменіміз, шетелден жаңа ұшақтар, тікұшақтар алу керек. Бізде пилоттар шүкір тамаша, бірақ ұшақтарды жөндеу мен оларды қадағалаушылар дамымаған. БКР бойынша самолеттердің қанша тірліктер жасады, оның бірі Эйр Астана деп Жо есімді көрерменіміз пікір білдіріпті. Пилоттар жақсы деп жатырмыз. Осы пилоттар жалпы мамандарға келетін болсақ, бізбен байланыста Әлжапар мырза отыр, Азаматтық авиация академиясы авиациялық колледждің директоры. Әлжапар мырза, расында біздің елімізде осы әуе компанияларына, оның ішіне ұшақтарға мамандарды даярлау жұмыстары қандай деңгейде? Қайырлы күн. Сәлеметсіз бе? Біріншіден мен кешегі Ақтау әуе айлағының жанында болған әуе апатында қаза болған жолаушылардың туыстары мен отбасыларына көңіл айтамын. Одан кейінгі қазіргі сұрағыңыз бойынша, әрине біздің осы Қазақстан әуе компанияларына ұшқыштарды дайындау біздің Азаматтық авиация академиясында жүйелі түрде жүргізілуде. Бұл дегеніміз студенттерді қазіргі таңда осы ұшу қауіпсіздігі бойынша жан-жақты дайындықтан өтеді. Олар
оқу бағдарламалары осы Еуропа одағының ұшу қауіпсіздік агенттігінің стандарттары негізінде әзірленіп, және Қазақстанның авиация әкімшілігімен келістірілген. Осы оқу бағдарламаларында ұшу қауіпсіздігіне байланысты көптеген пәндер оқытылады. Одан басқа енді кешегі жағдай, енді кейінгі соңғы тіптен осы болып жатқан әуе апаттарының жартысынан көбі, айтайық 70-80% бұл адами факторға байланысты дейміз ғой. Сондықтан біз осы оқу бағдарламасында осы біздің студенттердің пилоттар дайындау кезінде экипаж, көп құрамды экипаж дейміз ғой, солардың бір-бірімен үйлесімді жұмыс істеуін үйрететін курстарда қарастырылған. MCC дейді, бұл Multi-Crew Coordination деген курс бар. Сонда көптеген жаттығулардан өтеді. Бұл курста студенттер төтенше жағдайлар кезінде, яғни штаттық режимде, например, ары қарай ұшуды жалғастыру мүмкін болмаған жағдай болады ғой. Кешегі апатта солай болуы мүмкін. Штаттық режимде ары қарай ұшуды жалғастыру мүмкін болмаған жағдайда бір-бірімен біліктіліктерін, өз құзыреттіліктерін салып, қалайда сол ұшақты апатқа ұшыраған, жаңағы ақауға ұшыраған, болмаса басқа сырттан келген қауіпті бетін қайтарып ұшақты аман есен қондырып, бортта ұшақта келеткен жолаушыларды аман есен жеткізу. Осындай әрекеттер, қандай да тиімді бір әрекеттер жасау, осыған біз үйретеміз. Әжапар мырза, мысалы қараңызшы, біздің елімізде болсын, жалпы әлемде болсын тіркелетін әуе апаттарын сіздер осы студенттеріңізге көрсетіп талдау жасайсыздар ма? Және олар сол жерде, сол ұшқыштың орнында болса, не істер еді деген сұраққа жауап аласыздар ма? Сонда әртүрлі жаттығулар өткіземіз. Талдайды, сонда әрбір соңғы болған жаңа оқу әуе апаттарында болған жағдайларды талқылап, солардан сабақ дәріс өткізген кезде соны талқылап біліктіліктерін арттырады. Сондықтан біздің мақсат болашақ авиация мамандарын жоғары деңгейде дайындау қазіргі. Осы біздің елімізде сіздерде оқып шыққан ұшқыштардың қанша пайызы қазіргі кезде біздің еліміздегі компанияларда жұмыс істеп жүр? Ондай дерек бар ма? Енді біздің жалпы деректеріміз бойынша 80% осы Қазақстан авиакомпанияларында қызмет істеп жүр. Одан басқа да шетел авиакомпанияларында да ұшқыш болып жүрген біздің академияның түлектері көптен көп. Кешегі әуе айлақтың жанында болған тікұшақтың екінші ұшқышы біздің академияның түлегі. Солай ма? Яғни кешегі ұшақта болған екінші ұшқыш жоқ, ұшақ емес, тікұшақ, құтқаруға барған тікұшақ бар ғой, бекерге, соны айтып жатқан ғой. Тікұшақ, түсінікті. Сіз сұрағыңызға біздің қазақстандық әуе компанияларда біздің түлектер бар ма дегенге бір жауап ретінде айтқаным ғой. 80% деп отырсыз. 100%-ға жеткізу мүмкіндігі бар ма? Соған тырысамыз, әрине бәріміз тырысамыз ба 100%-ға. Өйткені әрбір авиакомпанияда қарап отырсаңыз, Air Астананың өз талаптары бар, Скат авиакомпанияның өз талаптары бар қабылдауда. Дегенмен біз тырысамыз 100%-ға жеткізуге, әрине. Ол талаптарға сіздер дайындап жатқан ұшқыштар сай келе ме? Сай келмесе жұмысқа алмас еді ғой. Әрине сай келеді. Біз сай келуге тырысып, соған білікті ұшқыштар, білікті өз маманы болатын ұшқыштар дайындаймыз. Түсінікті, Абыл мырза, жалпы біздің осы мамандарды даярлау жұмыстары тиісті деңгейде ме? Осы халықаралық талаптарға, халықаралық стандарттарға сай әзірленіп жатыр деп айта аламыз ба? Енді бұл бағытта да жұмыс жасалып жатыр.
Қазіргі кезде енді өзіміздің елімізге келсек, біз әлі шетел мамандарына бағыныштымыз. Осы талаптан қарасақ, әлі осы бағытта жұмыс істеу керекпіз. Мына авиакомпаниялардың өзінде ұшқыштардың, инженерлердің толық саны біздің өзіміздің еліміздің азаматтары емес. Сондықтан бұл әлі де осы бағытта жұмыс істеуге мәжбүрміз. Өзіміздің азаматтық авиация әкімшілігінде де басшылығы менен жоғары басшылығының көбісі шетелдік мамандар. Енді бұндай жағдайда өзіміздің мамандар жеткілікті деуге енді менің аузым бармас. Бірақ ал 80% дегенге келсіз? Енді ол ұшақтар, ұшқыштар. Ұшқыштар енді оны енді бізде ұшақтардың саны көбейген сайын, адамдар, жолаушылардың саны, тасымалдау саны жоғарғы деңгейде болғандықтан ұшқыштар жетпейді. Сондықтан осыған байланысты біздің Азаматтық авиация академиясының түлектері, олар қазір енді осы салада жоғары бағаланады. Себебі әлем жүзіндегі ақпарат мәліметті қарасақ, ұшқыштар мен техниктер жетпейтіні. 2040 жылға дейін олардың саны 2 есе көбею керек. Себебі біздің азаматтық авиация қарқынды дамып жатыр. Бұл енді ұшқыштардың көбісі бізде далаға қарап отыр. Олар осы біздің өзіміздің Қазақстандағы авиакомпанияларды ұшып тәжірибе жинақтап, бәрібір шетел елдеріне кеткісі келіп отыр. Ондайда мамандар... Неге? Жалақы. Себебі бәрібір енді біздің еліміздегі деңгейменен шетелдегі үлкен авиакомпаниялармен салыстырғанда жалақы мөлшері әртүрлі. Әсіресе бүгінгі кезде біздің инженерлік состав өте жақсы бағаланады, шетелде өте сұранысы бар. Себебі біздің мамандарымыз өте тәжірибелі болып саналады. Жалақы жағынан қараса, олар шетелдің мамандары секілді аса қымбат та емес. Сондықтан оларға үлкен сұраныс. Осы бағытта да біздің енді мемлекеттік авиакомпанияларымызда, біздің ұлттық авиакомпаниямызда осыған да дұрыс бағытта қарау керек. Себебі біздің енді бұл бір жағынан қуанышты нәрсе. Біздің мамандар сұраныста, олардың даярлы деңгейі өте жоғары болғандықтан сондай сұраныс бар. Бірақ екінші өкініші, олар шетел авиакомпаниялары мен шетел эксплуатанттары оларды өздеріне тартқысы келіп отыр. Сондықтан оларды шетелге кетпес үшін өзімізде дұрыс жағдай жасап беру керекпіз. Ол мәселені біз енді ресми түрдегі біздің мамандарымыз... Бекболат мырзадан сұрайын деп тұрмын соны. Осы жалақы мәселесін шешу, жалпы мамандарды өзімізде алып қалу жағы қарастырылып жатыр ма? Жалақы оларға арттырыла ма? Бұл енді біздің өкілеттік органның құзыретіне жатпайды ғой. Негізі бұл сұрақ негізі әуе компанияларға жатады. Бірақ та осы әуе компаниялардың басшыларына, өзінің әріптестеріме, осы инженерлерге, пилоттарға жалақыларын көбейтсеңіздер, елімізде жұмыс жасаса дегенге үміттемін негізі. Сосын осы жыл аяқталып жатыр ғой, келесі жылы оқу жылы басталады, НТ басталады дегендей, жас жігіттерге, қыздарға өзінің келесі неңді мамандығыңды авиация саласымен қолдаса деген жақсы мамандық, әдемі мамандық, ел көресі, жер көресі деген мен үмітпен айтқым келеді. Бірақ өкінішке орай ол жерде мамандарды даярлауда талап өте қатаң екенін білеміз, әсіресе денсаулыққа байланысты. Сондықтан көп жағдайда қазіргі жастар өте алмай қалатынын да бұған дейін айтқанбыз. Осы авиация саласында денсаулыққа байланысы жоқ мамандықтар бар. Сондықтан инженерлік мамандықтарда денсаулығына ондай қатаң, ұшқыштарға қойылатын қатаң жағдай емес. Сондықтан осы азаматтық авиация саласында басқа да мамандықтар жеткілікті. Әсіресе бізде қазір аэродром мамандықтарында көп жетпеушілік, орташа жасын алсаңыз, зейнет жасына жақындап қалған инженерлер көп. Солардың орнына ауыстыратын жақсы жас мамандарға олардан әлі үйренері көбірек. Сондықтан осы қазір солардың артына кіріп,
олардан тәжірибе жинақтауға мүмкіншілік бар. Сондықтан мен біздің маманымызға қосылам, себебі қазір азаматтық авиациясында үлкен мүмкіншіліктер бар жас мамандарға. Сондықтан яғни осы мүмкіндіктерді пайдалану керек, осы саланы дамытуға үлес қосу керек. Және сіз айтқандай, қазіргі кезде отандық әуе саласы жалпы қауіпсіздік бойынша 82%-ға ие дедіңіз. Ұшық қауіпсіздігі бойынша алдағы уақытта 100%-ға жетеді деген ойдамын. Студиямызға келгеніңізге рахмет. Скайп байланысқа шыққандарыңызға алғысымды білдіремін. Тура 10 минуттан кейін дәл осы тақырып дневной форматта талқыланады. Айтар ой пікірлеріңіз болса хабарласыңыздар. Атамекен бизнес арнасы қосулы болсын. Амандықта жағымды жаңалықтармен жүздесейік.